Қайырлы күн. Мен бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі жентті дайындадым. Жентті дайындау үшін ең бірінші бізге талқан керек. Талқанға алдын ала жылытып дайындалып алған сары майымызды қосамыз бөлме температурасындағы. Және оған қант ұнтағын қостым және дәмі мен иісі жақсы шығу үшін бал қостым. Сосын барлықтарын жақсылап тұрып, жақсы консистенция шыққанша араластырдым. Барлығын араластырып біткеннен соң қоюлатылған сүт, яғни сгущенканы қостым. Тағы да араластырдым жақсылап. Осы қоспаның барлығын араластырып біткен соң, өз қалауларыңызша мейіз немесе тағы да басқа сухофруктыларды қоссаңыздар болады. Мен ең әуелі осыны формаға салып шықтым, әрбірін қасықпен. Оны салып біткеннен соң келесі формаға салатын кезде талқаныма мен қоспамызға, яғни мейізді қосып жасадым. Сіздер де өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Дайын болған форманы осылайша бетін тегістеп шығасыздар жақсылап. Оны біткеннен соң формаға салмай-ақ қолмен жасауға да болады. Міне видеода көрсетілгендей қолмен құрт жасағандай етіп жапсырсаңыздар болады. Егер сіздер майдың құрамы мен қоюлатылған сүттің құрамына жақсы қосатын болсаңыздар, онда дайындалған жентіміз бізде өте жақсы әдемі болып шығады. Міне бізде дайын болған жент осылай болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.